Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Лаура. Бүгін біз сіздермен қазіргі трендтегі бантиктің бірін жасайтын боламыз. Өте қарапайым, тез, оңай жасалынады. Ол үшін бізге қажет болады материалдар. Яғни сіз өзіңіз қалаған кез келген материалды ала аласыз. Сол арқылы мынадай мен жылтыр материал алдым. Бұдан негізгі бантикке, яғни бірінші бантигіне қолданатын боламыз. Ені 15 сантиметр, ұзындығы 30 сантиметр. Және келесі астындағы екінші бантикке, яғни салбырап тұратын, бұған да 15, ені 15, ұзындығы 30 сантиметр қылып қырқып алатын боламыз. Және белдігіне мен мынадай қылып қайырып тігіп дайындап қойдым, 1 сантиметр көлемінде. Ал енді іске кірісейік, достар.
достар, осымен біздің бантигіміз дайын болды. Өте әдемі, өте оңай жасалынады, жасап көріңіздер. Егер де менің жасаған бантигім сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер.